Сәлем досым, менің YouTube каналыма қош келдің. Лүпіл басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Бүгінгі видеоны соңына дейін көруіңе кеңес берем. 2022 жыл түсінген 10 инсайт. Бірінші инсайт. Сізбен болатын кез келген жағымсыз жағдай, қиындықтарға тек қана өзіңіз жауаптысыз. Өзіңізді жертва етіп бір кінәлі адамды іздеуді доғарыңыз. Екінші инсайт. Өміріңізді әдемі өткізу өз қолыңызда. Ізденіңіз, дамыңыз, өсіңіз. Үшінші инсайт. Негативті ойлармен өмір сүрсеңіз, босқа уақытыңыз жоғалтасыз. Тек қана позитивпен өмір сүруге тырысып көріңіз. Төртінші инсайт. Күйеуіңізбен немесе жігітіңізбен бақытты болғыңыз келсе, бір-біріңізді сыйлаңыз, құрметтеңіз, еркіндік беріңіз және ең маңыздысы, жеке шекараларыңызды бұзбаңыз. Бесінші инсайт. Көп ізденіңіз, кітап оқыңыз. Кітапты өзіңіздің ең жақын досыңызға айналдырыңыз. Алтыншы инсайт. Сізге ұнамайтын адамды өзгертуге тырыспаңыз. Ол адамды өзгерту тек қана Алланың ғана қолында. Жетінші инсайт. Өзіңізді Алладан кейін бірінші орынға қойыңыз. Сонда барлығы жақсы болады. Қарым-қатынас, отбасыңызда, жақын адамдарыңызбен және тағы да басқа. Сегізінші инсайт. Өткеніңізде отбасыңызда болған жағымсыз жағдайларда реніштерді жүрегіңізден жіберіңіз. Ренішпен өмір сүру ауыр тасты арқалап өмір сүрумен тең. Бір күні қатты ауруға әкеліп қою әбден мүмкін. Тоғызыншы инсайт. Адамдардың тек қана жақсы жағын көріңіз және қабылдаңыз. Оларға ренжімеңіз. Оныншы инсайт. Алла тағала уақыты келсе, сізде жоқ нәрсенің барлығын береді екен. Мысалы, бала, ақша, дүние және тағы да басқа. Оған сіз дайын болуыңыз керек.